Құрметті оқырмандар, сіздерді кітап сарқылмас рухани қазына атты кітап көрмесіне шақырамын. Алдарыңызда жаңа гуманитарлық білім қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасы бойынша шыққан кітаптар. Қазіргі уақытта жобаның 3-ші кезеңі аяқталып, 88 оқулық қазақ тіліне аударылды. Бүгінгі күні кітапханамыздың қорында 26540 дана кітап бар. Біздің мақсатымыз осы жобамен шыққан оқулықтарды кезең-кезеңімен онлайн форматта сіздерге таныстырып көрсету. Адамзат тарихы рухани жаңғыру жобасынан тыс қалған жоқ. Оған Россия Данның Панорама атты 2 томдық кітабы дәлел. Адамзат пайда болғаннан бастап бүгінгі күнге дейінгі дүниенің тарихи жолын кең ауқымды сипаттайтын оқулықтардың алғашқы томында Homo sapiens өкілінің жетілуі, өсіп өркендеу жолынан басталып, 16 ғасырға дейінгі кемелдену тарихы қамтылады. Екінші томда 16 ғасырдан бастап бүгінгі күнге дейінгі тарих қарастырылады. Кітап жоғарғы оқу орнының студенттеріне арналған. Жоба бойынша құқықтану саласынан қазіргі таңда 5 аталым жарық көрді. Солардың бірі 2 томнан тұратын азаматтық іс жүргізу оқулығы, азаматтық процесс саласындағы Англияның ең танымал мамандарының бірі, Кембридж университетінің профессоры Нил Юндрус дайындаған оқу құралы. Автор әрбір тарауды жан-жақты зерттей келе азаматтық процестегі пікір таластарды баяндайды. Англияның құқық жүйесіндегі реформаларға және дауды реттеудің балама жолдарына тоқталады. Еліміздегі сот саласындағы реформаларды ескерсек, қай нормаларды дамыту керек? Олардың қайсысы ағылшын практикасында сәтсіздікке ұшырады? Сот жүйесінде қандай норма басшылыққа алыну керек деген сұрақтарға жауапты осы кітаптан таба аласыз. Саясаттану саласы мамандарына Роберт Драгердің «Дипломатия, коммуникация және халықаралық тәртіп негіздері» атты кітабын ұсына аламыз. Мұнда дипломатиялық амал тәсілдердің халықаралық қатынастар жүйесіндегі рөлі қарастырылады. Автор жабық есік жағдайындағы әңгімелесудің халықаралық тәртіп орнатуы мен соғыстардың басталуына қалай түрткі болатынын ойын теориясына сүйеніп нақты тарихи мысалдар көмегімен ашып көрсетеді. Бұл еңбекке Британ империясының көп жылдық дипломатиялық байланыстар тарихынан сыр шертетін құпия жазбалар деген атпен белгілі мұрағат деректері арқау болған. Экономика саласы бойынша Майкл Паркиннің макроэкономика және микроэкономика оқулықтары аударылды. Мұндағы макроэкономика оқулығы дүние жүзіне танымал оқулықтардың бірі. Өйткені ол экономикаға қатысты соңғы саяси ұстанымдар мен деректерді аналитикалық негізде береді. Азық-түлік тапшылығынан бастап жаһандық жылынуға дейінгі түрлі ғаламдық проблемалардың салдарын көрсеткішін жан-жақты талдап, теория мен практиканы ұштастырады. Оқулықтың әр тарауы қазіргі дүние жүзіндегі басты мәселелердің бірінен басталып, одан әрі тақырып теориялық тұрғыда талданып, соңында қосымша сұрақтар қойылады. Сондай-ақ студенттерді экономикадағы соңғы зерттеу, тұжырымдамалар мен ақпараттан хабардар етіп, экономист сияқты ойлауға үйретеді. Микроэкономика оқулығы жергілікті экономикалық қатынастарды түсіндіретін оқу құралы. Жеке адамның қалауы мен таңдауынан ел экономикасы қалай қалыптасатыны, ол жаһандық экономика процестерімен қалай сабақтасатыны, ақша қатынастары қалай жүргізілетіні, салық неден қалыптасып, елдегі әлеуметтік бағдарламалар қалай жүргізілетініне дейін нақты кейстер мен мысалдарға сүйене отырып түсіндіреді. Әлеуметтану саласы бойынша бірнеше оқулық аударылды. Солардың бірегейі Дэвид Бринкерхоп бастаған америкалық әлеуметтанушылардың әлеуметтану негіздері оқулығы. Әлеуметтану негіздері оқулығы қоғам және оның құрылымы, қоғамдағы түрлі әрекеттер мен мінез-құлықтар, адамның рухани және материалдық мәдениеті мен құндылықтары жөнінде кең мағлұмат береді. Оқу құралы әлеуметтанудың негізгі ұғымдарын, зерттеу әдістері мен теорияларын саралайды.
әлеуметтанушы мамандардың оқу орнындағы, үкіметтегі, бизнестегі, коммерциялық емес ұйымдардағы және қоғамдағы рөлін көрсетеді. Оқулық әлеуметтануға қызығатын ортаға, студенттер мен магистранттарға арналған. Құрметті оқырмандар, осы оқулықтар туралы мәліметті кітапхананың веб-сайтынан электронды нұсқасын оқи аласыздар. Көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет.